Достар, бүгін біз сіздермен жалпы ленс ережесі жайлы, яғни ленс ережесінің тәжірибесін жасайтын боламыз. Сол үшін бізге не керек? Міндетті түрде магнит керек, одан кейін бар индуктивтілік керек және галвани элементі керек. Так, олай болса, біз видео бастамай тұрып біздің канал тіркеліп, лайк, комментарий, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Олай болса, біз бастаймыз. Достар, бізде галвани элементі және де өткізгішпен катушканы жалғадық. Міне, көріп тұрсыздар, катушкамен өткізгіш жалғадық және де бізге керек болған магнит. Яғни біз қазір мына жерге салған кезде магнит, яғни галвани элемент тілшесі қимылдайды. Соған мұқият мән беріңіздер. Олай болса, міне, бізде катушкаға салып көрейік. Сол кездегі қозғалысты байқайсыздар. Саламыз, аламыз. Байқадыңыздар ғой, тілшенің өзгергенін көрдік, немесе қызыл жағымен көрейік. Яғни бұл тәжірибе бізге магнит өрісінің бар екендігін көруге мүмкіндік беретін тәжірибенің бірден бір көрінісі деп айтуға болады екен. Бұл біздегі ленс ережесіне түсіндірме тәжірибе болып табылады. Достар, әрине сіздер үшін пайда болды деп ойдамыз. Ұсыныс пікірлеріңіз болса, комментарийға пікір ретінде қалдыруды ұмытпаңыздар. Бұл бізден кішігірім тәжірибе. Келесі тәжірибеде жолыққанша. Видео сіз үшін пайдалы болған болса, біздің каналға тіркеліп, лайк, комментарий, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де сіз алдағы уақытта қандай тәжірибе жасайық, соны комментарийға жазып кетіңіз, міндетті түрде жасап көрсететін боламыз.